Журналист, публицист, Ақиқат қоғамдық саяси журналының бас редакторы Аманхан Әлім Тұран университетінде қонақта. Қазақтың біртуар ақыны, журналистикада өзіндік орны бар Аманхан ағамыз Тұран университетінің жас журналистермен өз өмірлік тәжірибесімен бөлісті. Журналист проблема көтереді, бірақ шешпейді, осыны ұмытпаңдар. Өйткені шешетін қолында билік жоқ. Оны кім шешеді? Билік шешеді. Проблеманы журналист көтереді. Кездесу тың ақпараттарға, санаулы сұрақтарға, әртүрлі тосын көңіл күйлерге толы болды. Жас журналистерге қалай дұрыс жазу керектігін, сұхбатты қалай дұрыс алу керектігін үйретіп қана қоймай, өмірлік тәжірибелерімен бөлісті. Студенттер өздерін мазалаған сұрақтарына жауаптар алды. Осы журналистикаға түсу жолында қандай қызықшылықтарға, қандай кедергілерге тап болдыңыз? Ойыңызда қалған сәттермен бөліссеңіз. Бірінші кедергі. Кез келген жерге барғандарында сендерді құшақтарына айқара қарсы алмайды. Ол кісі өзінің өткен жолдарын, журналистика дегенге мамандығына адалдығын, оның қыр-сырымен бөлісті. Бір жақсы жері Аманхан аға көп жерлерде жұмыс істеген бұқаралық ақпарат құралдарында. Соның бірі Заң газетінде аға ұзақ уақыт жұмыс істеген. Бізге қазір осы салалық журналистикада да құқықтық журналистика деген сабағымыз бар. Сол туралы да мәлімет айтып кетті. Сендер мақала жазғанда алдарына берген фактімен ғана кетпеулерің керек. Фактінің ар жағында не бар, соны іздеулерің керек. Тіпті заңгерлер, судьялар табалмаған оқиғаның ең бір шетен жерін табуларын керек. Студенттерді табанды болуға, өз мамандықтарын сүйіп, қастерлеп, адалдықпен атқаруға шақырды. Онан өзге өмірде жар таңдау, қиындыққа қарсы тұрусында өмірлік кеңестерімен де бөлісті. Мен қашанда да Мағжанның мен жастарға сенемін деген сөзін жақсы көремін. Қай уақытта да, қай жерде де осы принципті ұстанамын. Сондықтан Тұран университетінің студенттеріне бақ, ең бастысы білім тілеймін. Білім барлық нәрсенің негізі. Сондықтан аман болсын студенттер, бақытты болсын, білімді болсын. Тұран студенттерін алдағы уақыттарда Ақиқат журналына жұмысқа алып, бар білгенімен бөлісетіндігін де жариялады. Бүгінгі кездесуден қандай әсер алдыңыз? Білгенім көп болды, себебі журналистика оқуға түскен кезде мен жалпы ойлайтын журналистер қауымына неге физика керек, неге математика керек деген, бірақ Аманхан көкемізбен кездескеннен кейін жалпы журналистердің жан-жақты болу керектігін, әрбір профессиядан 60%-дан білу керектігімізді, жалпы өзімнің көкейімді мазалап жүрген сұрақтарымды қойдым және оған жауап ала алдым. Бүгінгі кездесуден өте үлкен әсер алдым, өйткені рухани байып шыққан болатынмын. Бұл кездесу мысалға ағаға қарап отырып, ауыз ашса жүрегі көрінетін кісі екен. Біздің алдымызда қаншама студенттің алдында тік тұрды. Яғни ер азамат екенін көрсете білді, ел ағасы екенін көрсете білді. Бір отырмай бізге бар ақылын, бар білгенін үйретіп, біздің бір өнеге алып шыққанымызда қалады. Яғни мен өте үлкен әсер алдым. Сюжетті дайындаған Ақниет Аманхан, Арайлым Әріпбай. Каналымызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.